Баршаңызға қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, әсіресе кешкі асыңыздың оңай сіңілуіне жәрдем ететін пайдалы салаттың рецептімен бөлісемін. Бізге қажет заттар қырыққабат, редька, қызылша, сарымсақ, укроп және де кинза қажет болады. Ең алдымен қырыққабатымызды алып, осылай екі бөлікке бөлеміз де майдалап турап аламыз. Жіп-жіңішке етіп тураймыз. Қырыққабаттарымызды турап болғаннан кейін үккіштің көмегімен редькамызды өткіземіз. Қатты ірі немесе майда болмау керек, осылай орташа көзінен өткізіп аламыз. Редька мен қызылшаны қайнатудың қажеті жоқ, осылай шикілі күйде үккіштен өткіземіз. Қызылшамызды да өткізіп болғаннан кейін кинзамыз бен укропты тураймыз. Қатты майдаламаймыз, сәл ірілеу, тура видеодағыдай етіп турап шығамыз. Қыздар, бұл салат өте пайдалы салат, әсіресе диета ұстап жүрген, арықтағысы келіп жүрген қыз-келіншектерге таптырмайтын салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді салат. Осылай турап аламыз. Тек бір порцияға арнап жасап жатырмын. Бұл салатты аз-аздан жасаған жөн, яғни свежий күйінде жеген пайдалырақ. Сарымсақты осылай майдалап езіп аламыз, немесе пышақтың көмегімен турасаңыздар да болады. Дәміне қарай китайский тұз, одан кейін аздап кәдімгі тұзымызды себеміз. Және де майымызды осылай қыздырамыз, қатты, одан кейін сарымсақтың үстіне құямыз. Немесе зәйтүн майын құйсаңыздар да болады. Жақсылап қолымызбен мыжғылап, тұзы сіңгенше араластырамыз. Міне қыздар, осылай салат өте керемет болып шығады. Осылай ыдысыңызға салып, дастарханыңызға ұсынасыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үлкен ата-апаларға да өте пайдалы салат. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, барлықтарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.